Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Енді мен сіздерге осындай жүзден жүйрік деген ойынның осындай презентациялық шаблонымен таныстырамын. Шаблонымызда мынандай жаңа мен ойында көрсеттім, мысал ретінде құрастырған мынандай сұрақтар бар. Жалпы шаблон саны, шаблондағы слайдтың саны 14 слайд, бірінші титулный бет, одан кейін осындай неміз бар. Ал мына жерде бірінші титулный бет, одан кейін 12 сұрақтан тұрады. Мынау бізде екі сыныпты мысалы жарыстыру үшін, немесе бірінші топ, екінші топ деп қойсақ та болады. Осылай ойынды ойнатсақ болады. Енді осы шаблонды сізге ұнайтын болса, егер ашық сабақ, тәрбие сабақ, жай сабақ, мен көбінесе айтам, кез келген сабаққа да пайдалансаңыздар болады. Мен осындай ойындарды комментарийдағы ссылкаға өтіп алатын шаблоныңыз мынандай болады. Бірінші түрі мынандай, екі топқа бөлінген 12 сұрақтан тұратыны. Сұрақ жазыңыз деген жерге сұрағын жазасыздар, дұрыс жауап деген жерге дұрыс жауап, қате жауап, мынандай тест түрінде. Одан кейін тағы бір түрі бар. Ол уже 20 слайдтық 4 топқа 4 сынып, мысалы 4 сыныпты жарыстыратын болсаңыздар, сұрақ санының көбейтілген түрі 18 сұрақтан тұрады. Бұл жерде де сұрағын жазасыздар, одан кейін дұрыс жауап, қате жауап дегендерін жазамыз. Ал енді мен осы шаблонды басынан аяғына дейін қалай не істеуге болады, бәрін айтып өтейін. Бірінші титулный бетімізді. Мына жерде музыка бар. Осы музыка, егер ұнамайтын болса, сіздерге алып тастасаңыздар болады. Мүлдем дауысы жоқ шаблон болады. Ол да мысалы біреулер керек болады. Немесе мына жерден дауысын төмендетіп, немесе жоғарылатып қоюға да болады. Одан кейін мына жердегі шаблон. Осы жерде мынаны біз копировать етіп көбейтсек болады топқа. Жаңа мен көбейтіп қойған шаблондай сұрақ сандарын көбейтсек болады 18 сұраққа дейін. Және болды енді. Негізі осы бойынша істеймін десеңіздер, екі түрін мен берем, екеуі бірдей, қалағаныңызды жіберем. Мынау керек болса мынау, екіншісі керек болса екіншісін аласыздар. Енді не істейсіз? Бірінші сұрақ жазу деген жерге мысалы өшіріп сұрағын жазасыздар, дұрыс жауапқа дұрыс жауабын жазасыздар. Одан кейін мынау бізде басты бетке өткізу кнопкасы. Мынау бізде аналарды өшіруге болмайды, ештеңені өшірмеңіздер, өйткені мынаны басқан кезде шығатын дұрыс жауап болған кезде сары түсті болып жанады, және мына жерде дауысты шығаратын осылар. Енді тағы да айта кететін жайт, мынау мысалы сұрақтарын мен жаңа айттым, 18-дігі бар, міне тұр. Бұл сұрақтар мысалы бұдан да көп болсын десеңіз, мынау слайдты біз дублировать слайд етіп, мына жерде сұрақтарын өзгертсеңіздер болады, көбейтуге болады. 18-ден кейін 19, 20 деп жазып, соның бәрін көбейтіп, сұрақты көбейтіп, мына үстіндегілерді алып тастап, сұрағын көбейтсеңіздер болады. Оны көбейткеннен кейін не істейміз? Соны мен бір рет түсіндіріп өтейін. Мына слайдты дублировать слайд етесіздер. Енді дұрыс жауап мынада А-да тұр, 20-да, 21-де, ал 22-де де А-да тұр. Енді осыны біз В-ға қоямыз. Мен В-ға қояйын. Әртүрлі болу үшін В-ға қоямыз. Міне былай. Орнын ауыстыра саласыздар. И болды. Енді мына жерге жазамыз. А деймін. Мына бізде А болды. Мынау бізде В болды. Енді дұрыс жауап В-да болды. Енді осы слайдқа сұрағыңызды жауын жазасыздар. Енді мына жерде мен айттым жаңа 20 қанша? Мынау 18-ден кейін 19 сұрақ мынау болады, 19 деп жазайын бұнда. Үлкен болып кетсе кішірейтеміз. Яғни мынау мен барынша үлкендетіп істеген ғой енді. Енді осыған гиперссылка қоямыз. Бізде ең соңғы удалить гиперссылка соңғы неміз. Место в документе таңдап 22 слайдты таңдаймыз. Окей, болды. Қалғандарында тура осылай. Мына слайдты дублировать етіп, жаңағы несін ауыстыра саласыздар, істейді ол. Одан кейін мыналар жазып, сұрақтарын көбейтсеңіз болады. Мен бір рет көрсетейін. Анимация, гиперссылка барлығы тек қана показать слайд кезінде ғана істейді. Қазір көрсетейін. Міне. Осылай ашылды, Енді мынау 19 сұраққа мен жаңа гиперссылка қойдым. Міне В-ға қойғанмын. Ауыстырдым, А мен В-ны ауыстырдым. Міне В-ға бассам, осындай дауыс шығып тұр. Қалғандары, міне, қате жауапта қызыл түсті болып осындай болады. Барлығы істеп тұр. Енді басты бетке басатын болсақ, мынаған өтті.
Ne üçün birinci slaydқа өтіп кетті? Біз наған өткізу керек еді. Енді осы жерден гиперссылканы таңдап, маған гиперссылкасын ауыстыру керек. Ауыстырамыз гиперссылканы. Мына жерде бізде 3-ші слайдқа қойдым. Болды. Енді барлығы істейді. Ал енді осы жүзден жүйрік ойыны шаблоны сіздерге ұнаған болса, керек болса комментарий бөліміне өтіп ссылкадан алсаңыздар болады. Осы видеоға лайк басыңыздар, мен каналыма тіркеліңіздер және осындай ойындарды сабақтарыңызда пайдаланыңыздар. Назарларыңызға рахмет.